не себепті 4G, иә, 4G интернет желісі тым нашарлап кетті? Енді онша тым нашарлап кетті деуге болмайды. Негізі былай айтатын болсақ, көлемдеп біздің Қазақстан бойынша жалпы интернет тұтынушылардың саны өте өсуде. Біріншісі, екіншісі де ол интернет пайдаланушыларының уақыты да, сол интернетте өткізетін уақыты да өсуде. Ол біздің инфрақұрылымға ауыртпашылық тигізуде. Сондықтан инфрақұрылымды жаңағы жақсарту керек, инфрақұрылымға жаңа инвестиция құю керек. Соны инвестиция құю үшін жаңа біз сіздің әкіміңізбен бірге жол картаға қол қойдық. Жаңағы жаңалықтарды қараса, қазір TikTok'та отырады, YouTube'та отырады. Соңғы жылдарда көріп тұрсыз ғой, қалай видео контент қалай жаңа насихатталып жатқанын. Сондықтан сол түгелі, оның түгелі қалай жұмыс істейді? Оның түгелі бір жаңа инфрақұрылымға жаңа ауыртпашылық тигізеді. Базалық